Бұл үйдің кенже баласы Дамир. Дамир ұйықтағанды қатты жақсы көреді. Дамир ұйқыбас. Ұйқысынан тұрып, жан-жағына қарап, кешке дейін істейтін тірлігім жоқ деп, қайтадан жатып, ұйықтап қалады. Мұнау үйдің ортаншы баласы Қайрат. Қайрат кино көргенді қатты жақсы көреді. Қайрат киноны кинотеатрдан көрмейді. Оның өзінің кино көретін бөлмесі бар. Сол кеткеннен мол кетті. Қайрат, қашан шығасың? 1 жарым сағаттан кейін. Мен ұйықтамайын арда. Ал мынау үйдің үлкен баласы Елдос. Елдос тамақ жегенді қатты ұнатады. Мен деп орнынан тұрады да, қайтадан қарны ашып, тамақ жеуге отырады. Үшеуі үш түрлі болғанымен, үшеуінің ұқсайтын бір жері бар. Бір үйдің балалары. Болды Қайреке, сен кезең. Братишки, давайте тез. Срочно ақылсыз әңгіме бар. Короче, былай. Срочно біреуімізге үйлену керек. Мен күлетін әңгіме айтқан жоқпын, жігіттер. Мамаға келін керек. Конкретно суйва жасаймыз, кім ұтылады, сол үйленеді. Давай, кеттік. Давай, братан. Маған үйленуге болмайды. Мен түрім табақтай, қарным қабақтай, маған нормально қыз қарамайды. Давай, кеттік, қайта суйва. Братан, маған үйленуге болмайды? Менде жұмыс жоқ, үйім жоқ, братан. Басында бір ми жоқ. Кредит жетеді, братан. Болмайды, братан. Давай, онда қайта суйва. Кел ал. Суйва. Бол, үйленесің. Мен жоқ үйленбеймін. Давай. Не үшін үйленбейсің? Түрің нормальный, қарның жоқ. Жұмысың бар, кредитің жоқ. Вот именно, үйленіп бұл кредит болады. Агалар, зато мен голубоймын. Агалар, по идее мен ойнамайттым ғой. Бауырлар, сүйінші балалар, камон, мама бізге қыстық киімдер алыңдар деп 100 000 теңге берді. Новый киім алыңыз, міне, ровно 3-ке бөлем, 10 000 саған, 10 000 саған, қалғаны. Сонда 10 000, братан 10 000-ға не аламын сен мамаға айтқан? Мен не алам, 10 теңгеге куртка аласың, сосын бүкіл Қайраттың ескі киімдерін кие бересің, болды. Братан, мақылма менің бүкіл киімдерін киет. Наған 10 000 теңге куртка аламын да, содан мен тыр жаңа жүрейін ба? Жоқ, сен менің ескі киімдерін кие бересің. Қатасың сен, братан, сенің киімдерің маған симайды да ғой. Ал менің киімдерім, братан, Дамирге тура келді. Давай, братишка. Братан, қыз болып толансам керек, мама. Короче, біздің маманың туған күні бүгін. Давайте сол мамаға мықты подарок жасайық. Давай, братан. Мен мама армандап жүрген анау алтын сақина бар еді ғой. Сол таптың 45 000 теңгеге ортадан ақша шығарайық та, соны сатып алып подарок етіп жіберейік. Давай, сен 25 шығар, сен давай 20 шығар. Итак шығып тұр ғой екеуміздің ақшамыздан. Сонда не сен шығармайсың ба не, братан? Жоқ, негізі ол алтын 75 000 теңге тұрады. Мен оны скидкамен 45 000 теңгеге түсіріп алдым, жалынып. По идее, мен 30 000 теңге шығарып тұрған ол саналып тұрмын ғой, түсінесіңдер ма? Давай, тез болды. Бендіре, мама үшін ғой, мен үшін емес қолдайды. Все, давайте, енді мама жұмыстан келген кезде жоқ болып қалсын, күшті настроение подарок етейік, сен ыдыстарды жуып мусор төк, сен үйді жинап шық, хорошо? Сен ше? Мен барып алып келген ба алдым енді сақинаны. Сендер мама үшін сендер, мен үшін емес бұл бәрі. Давай, ыдыс жу, сен давай үй жина. Мен алып келем алып. Бауырым, счет бересаш бізге? Ой, базар жоқ, тамақтарым мықты екен. Ой, ағаларын сыйлап бір счет түрде жіберетіндерің бар ма? Все, братан, мен төлей салайын. Давай, сен төлей сал. Тамаша болдыңдар ма? Все, счет сұрай салыңдар. Счет! Пожалуйста, счет! Ой, бір ағаларын сыйлап бір счет төлейтіндерің бар ма? Кеше мен төледім, онда төлесен, братан. Төлей салам. Тынысы бар дейді. Тамаққа бір жақсылап тұрып той болайық, не жейсіңдер? Мен жемеймін бешеге, брат. Сен. Мен де жемеймін. Точно ма? Официант маған, как обычно, әкеліп бересаш? Жемейсің ма? Счет бересаш, бауырым? Ой, бір кішкене інілерімді риза қылайын, інілерім көңілін табайын деп бүгін счетті өзім төлеймін деп ойлап едім, ештеңке заказ алмадыңдар, бермедіңдер. Онда заказ берейік, брат. Жоқ, уақыт жоқ. Қарындас, сіздердің дүкендеріңізде бағалар қаншадан? Бағалар қымбат емес, әр апта сайын бізде студенттерге жеңілдіктер бар, және ақшаңыз жетпей жатса, Каспирет арқылы бөліп төлесеңіз болады.
Сенде 20 мың, сенде 20 мың, менде 20 мың. Соны жеткізіп кеттік. Қайрат, жатам. сен анау киінетін ақшаны маған берші. Ой, мен не киінемін сонда? Мен саған машинамды беремін, бір апта жүргізесің, қыздарға барасың. Точно? Сұрамаймын машинаны, сенікі болады. Смотри. Все, давай, отдыши. Дамир, Ау. сен мынау үстіндегі пальтоны алмай ақ қойшы, мен ақшаны маған берші. Не үшін? Мен ана күшті куртка көрдім, соған ақша жетпей тұр. Братан, өзі. Зато мен саған машинамды беремін. Bir ay мен сен мазаңды алмай машина Точно ма, братан? сенікі. О, заттардың бәрін алдым. Таксиге ақша қалды, кеттік. Братан, машина қақта? Айдауға беремін деген маған. Маған бір айға беремін. Маған беремін деген Бауырлар, ұрыспаңдар, машина ремонттан шықсын, сосын беремін. Сен олай праваңды алу керек. Жоқ, кім бұл? Мен ғой, братан. Кім мен? Мен Қайратпын ғой, братан. Пароль. Эй, братан, мен Ишак. Рахмет, Иә, кім бұл? Мен ғой, братан. Пароль. Мен Ешакпын. Үй, Ишак. Кім бұл? Братан, мен ғой Қайрат. Пароль. Братан, Пароль. братан, мен ғой красавчик. Массың ба, немене бөле? Пароль дейін. Братан, бір жол ашсашы, пожалуйста, братан. Парольді айтсаң айт, айтпасаң табай олды. Мен досыма келіп тұрғанмын ғой. Кіре беріңіз, қарындас. Сестра, открой, это я, Аруна. Ишак, ты женский түрі. Дамир қайда? Анау 3 жыл жүрген қызы бар еді ғой. Иә. Соған кеттік кездесуге. Давай звондап, приколстап үйге шақырып алайық, сізді аясын бұзамыз. Келмейді ғой, братан, білесің ғой. Келеді, мен келтіремін ғой, уайымдамасайшы. Алло, Дамир, Что там, братан? срочно үйге келші. Қайратты балалар жабылып ұрып кетті. Қойш. Тұрыңдар, братан, қазір барам мен. Сенді келе жатыр үйге. Мен ешкім ұрып кеткен жоқ, сап-сау тұрмын ғой мен. Сол тұрғаныңды Ей, братан. ретке саламыз. Братан. Дамирді сендіру керек қой. братан. Дым ренжіме. Вот, енді Дамир сенеді. Дым уайымдама. Ренжімейді ол. Ал, Дамир. Братан. Мен барамай, машинаны соғып алдым. Саған айтып, мен машинама жолаушы болма деп. Жоқ ой, сенікі емес, братан. Қайраттікі ғой. Қайрат машинасы соғып алдың ба? Ну ничего, потом жөндеп аласыңдар, давай. Келе алмайды, Дамир. Сен машинаны соғып алыпты. Йо, братан, сен мен ұрдың, анау машинам соқты. Что там, братан? Қайрат, короче, үйді жинап, диванды оң жаққа жылжытып қой. Ана үйді алатын адамдар келе жатыр, мен күтіп аламын. Все, давай. Давай. Что там, братан, несін шақырды? Несін шақырды? Мен шақырдым да мен. Қайрат айтты ғой. Онда бейт сен үйді жинап, диванды оң жаққа жылжытып қой, мен үйді алатын адамдар келе жатыр, мен соларды күтіп аламын. Давай тез. Не болды, братан? Дамир жерді ғой сен шақырып отыр. Не болды сендерге қайта-қайта? Үйді жинап, диванды оң жаққа жылжытып қойыңдар, келе жатыр деймін үйді алатын адамдар. Не адасып кетті, мыналар қайда Что там, братан, не үшін шақыра бересің? Кім шақырды сені? Қайрат айтты ғой, сен шақырып жатыр. Не болды? Біресе біреуін, прикол ұстап тұрсың маған? Өзім ақ істеймін, күт анау үйдің еліне. Я өмір біз істейміз, істесін өзі. Істеп көрсін үлкен бет. Екеуді мама шақырып жатыр, тез үйге кірді. Бұл. Мама шақырып жатыр, банда. Тапқан екен шек oldu. Істесін өздері. Так, братишки, тұрыңдар, нормально отырыңдаршы. Тағы бір өліп қайтайын. Сендер маған ренжіп жүрсіңдер, қайта-қайта жұмсайсың, бізге тиісе бересің, алдайсың деп. Мен сендерден кешірім сұрауға келдім. Кинода көрген бар. Қайрат, Дамир, бауырларым, кешіріңдерші мендей ағаларыңды. Сендерде алтындай інілерім бар, мен бақыттымын. Сендерден кешірім сұрап, мен өзім дайындаған, өз қолыммен істеген тамағым бар. Жүріңдер жиын. Ей, жандарым, бауырларым, қалай екен дәмі? Братан, өз дайындады ғой. Дәмін нашар деп айтпай қой. Дәтті, братан. Ит екенсіңдер ғой сендер. Мына сендердің жеп отқан тамақты бір апта бұрын біз итке бергенбіз, иттің өзі жемей қойған, сендер соны опырып отырсыңдар. Ас болсын. Сен бүйрегім бұрып тұр. Не болды, Қайрат? Қызым тастап кетті, братан.
Қызын тастап кетсе сол үшін қайғырасың ба не? Сен еркек емессің бе? Анау қыз сені тастап кеткен үшін өкіну керек. Барда любой қызбен сөйлес, суретке түс, инстаграмға сал. Серьезно, братан, Серьезно айтыр, не көп, қыз көп. Не болды? Қызын тастап кетті. Соған бала қайғырып отырсың ба? Қайғырмай. Қыз көп қой, не көп? Қыз көп. Любой біреумен сындырып аласың сен. Красавчиксің ғой өзіңді, қайғырмай. Бірақ натуре ағаларым сендер болмағанда не істер едім мен? Ал жан. Не? Ема, мен қызым тастап кетті. Братан, сол қызға бол. Көтіңді қыше. Айттым ғой, қызым тастап кетті. Іше мен бұл. Дамир бар, пиво алып кел. Қайраттың туған күніне мощный сюрприз болсын. Давай. Ақшамызға соған керек киімдерді бәрін алып тастайық. Давай кеттік. Бауырымыздың туған күніне бір сюрприз, мощный подарок алайық деп едік. Бар ма жақсы киімдер? Ерлерге арналған киімдер мен спорт товарларының барлық түрлері бар. Бізде қазір жеңілдік жүріп жатыр. Бір қосу бір және Каспирет пен Рахмет ЕДС киім сияқты программалар бар. Мощный ғой. Мына курткаға маған размер бар ма? Надо беріңізші. Қайратқа киім аламыз деді қой, братан. Мен үшін киіп көремін. Онда мен де киіп көрем. Братан, Не? мә біз Қайратты ұмытып кеттік қой. Онда бір киімімізді үш рет тастайық. Сен бір размер үлкен, мен бір размер кішісін ал. Қайрат үшін бәрін істейді. Не бересің ол? Маған бір размер үлкенін бересіз? Маған мынаның бір размер кішісін бересіз ба? Не мынау, братан? Зато Фоман кидің брендовый носки Қайрат риза болды. Бере салшы маған. Футболға барайық. Давай, әлем чемпионатын рахаттан көрейік. Айыптан көріп жатыр. Маған бәрін көшті көріп Кафеде барып көрейік, Кафеде көрейік, ресторан, дала десең дала, қала десең қала, любой жерге барып көреміз. Сен әйеліңді жібере ме? Кәдетті әйелім жіберемін. Әлем чемпионаты тұрғанда әйел вообще сөйлемейді, түсіндіңдер ма? Мен не айтам, қайға барамыз, қайға барамыз? Айыпқа? Бітті кет. Өз үйім, өлең төсегім, үйде футбол көрген кайф қоя. Әйелімнен қорықпаймын деген осы ма, братан, сен? Қорықпаймын мен әйелімден. Просто расход болмайық, шығынданып қалмайық дегенім ғой енді. Танчо, бізге, короче, пиво, құрт, чечил и кальян деп жыртылмайық қой. Чай кеп берсаш бізге. Даже әйелді де тыңдамай көрдім. Танчо, чай! Қазір ұзмақ келесінші.